комикс әлемі бұл бөлімде бір-біріне жақын болып қалған Бэтгерл мен Робин. DC комикс кейіпкерлері туралы бөлім осы жанұяға арналады. Бұл есімдер кейіпкерлердің өмірін әр бағытқа өзгертті. Бэтгерл мен Робин туралы бірнеше мәліметтер мен фактілерді баяндаймыз. Алғашқы рет авторлар Бэтгерл болып Бетти Кейнді енгізді. Кейіннен Бэтгерл жалғыз Бетти болмау керек болды. Барбара Гордон, Хелена Бертнилли, Кассандра Кейн, Стефани Браун жалғастырды. Әр кейіпкерді әртүрлі авторлар ойлап шығарды. Ал Робин, бұларда өздерінен кейін Робин болатын қаһарманға сеніммен қарады. Алғашқы Робин Дик Грейсон, содан кейін Джейсон Тодд, Тим Дрейк, Дэмиан Уэйн. Бэтгерл мен Робин Бэтменнің көмекшілері және Робинді өз ұлдары ретінде қарады. Бэтгерл мен Робиннің пайда болған жылдары әртүрлі. Әрбір Бэтгерл мен Робиннің пайда болуына байланысты авторлар мен комикс бөлімдері өзгеріп отырды. Авторлар барлық кейіпкерлерді тек жақсы қасиеттермен сипаттады. Ең алғашқы 1960 жылы Бэтгерлді Бетти Кейн деп атады. Дәл осы уақытта кризис әлемі тап болды. Бетти өз кейпін Бэтвумен ретінде көргісі келді. Бірақ ол өз тарихында еш нәрсені өзгерте алмай, комикс әлемінен алшақтау болды. Бэтгерлдің әсерлі тарихы Барбара болатын. Ата-анасы жол апатынан қаза тауып, Барбараға қамқорлық жасаған Готэм полиция лейтенанты Джеймс Гордон. Уақыт өткен соң Барбара Бэтменнің кумирі болды. Тіпті оған ұқсау үшін бетпердемен өзінің Бэтгерл есімін таңғалдырды. Бэтгерл Бэтменді кездестіре алмады, бірақ та Брюс Уэйнге қылмыстық шабуыл жасалады. Бэтгерл Брюсті құтқарып қалады. Брюс бұл ерлігін көріп, Бэтгерлге алғыс айтқысы келді, бірақ бетперде кигендіктен тани алмады. Уақытты көпке созбай Бэтгерлді тауып, бірге қылмыспен күреседі. Барбара Бэтменнің жанұясының бір бөлігі бола бастаған сәтте Дик Грейсонмен достығы өте жақсы болды. Бірақ уақыт өте келе Джокер комиссар Гордонмен есеп айырысуға келгенде Джокер есікпен дабыл қағады, бірақ есікті Барбара ашты. Джокермен кездескен сәтте клоун қарумен ойланбастан атып тастайды. Сол оқиғадан кейін омыртқаның зақымдалуына байланысты Барбараның аяғы жансыз қалпында қалды. Сол оқиғадан кейін омыртқаның зақымдалуына байланысты Барбараның аяғы жансыз қалпында қалды. Бірақ мисс Гордон қылмыспен күресуді тоқтатпады. Бэтменге хакерлік дағдыларының арқасында көмектесті. Осы уақытта Барбара өзін Оракул деген жаңа атпен өзгерді. Хелена Бертнилли ата-анасының арқасында оқуды аяқтап, жақсы спортшы болды. Бала кезден қаһарман болғысы келді. Готэмді қылмыскерлердің тәртіпсіздігі Хеленаның ата-анасынан айырылып қалуына әкеліп соқты. Бұл оқиғадан кейін ол аңшы есімімен танылды. Бір жағынан ол Бэтменсіз қылмыспен жалғыз күреседі. Ал Барбара болса, Готэм қаласына келген Кассандра Кейнге Бэтгерлдің костюмын ұсынды. Кассандраны тек әкесі тәрбиеледі. Оның білімі де жоқ. Бірақ ол сайыскер мен шайқасу қабілетін жетілдірді. Өзін қорғану үшін қылмыскерлерге қаруды кезеп, атып тастаудан тайынбады. Бірақ бұл қасиеті Бэтменге ұнамайды. Себебі осы қарудың кесірінен Брюс жастайынан ата-анасынан айырылды. Ал Кассандра Бэтгерл бола алмады. Өткен шақта ол Ассасиндер одағында шайқас өнерін үйренді десек те болады. Кассандра өзінің қара жарғанат деп аталатын есімді құптады. Ол қарусыз әрекет ете алмады. Бұл есім ассасиндерге тән болды. Бэтгерл ешқандай қарусыз жеңіске жететін батыл адамдар болатын. Стефани Браун, әкесі Артур Браун қылмыскер болды. Оны ешкім де тоқтата алмады. Бірақ бұндай бассыздыққа Стефани шыдай алмай, әкесін полицейлерге ұстап береді.
Осы оқиғадан кейін Стефанидің лақабаты спойлер деп аталды. Спойлер осындай ерлігінің арқасында Робин Тиммен кездесіп қалады. Тіпті оны Бэтменнің Робиндар қатарына қосты. Стефани 4-ші Робин болатын. Бірақ Стефанидің Робин болуы көпке созылмады. Бэтменнің жоспарына сай келмейтін ережелерді орындап, Робин кейпін тастап, спойлерге оралды. Робиндар. Ең алғашқы рет Робинді Бэтменнің өміріне көмекші ретінде енгізді. Бірақ Робиннің өмірі Бэтменнің тарихымен шектеліп қалған жоқ. Робин Дик Грейсон. Робиннің толық есімі Ричард Дик Грейсон. Дик отбасымен бірге цирк алаңында акробатикалық қабілетімен қызмет етті. Акробатикалық тәсілдерді орындау кезінде Диктің ата-анасы қаза табады. Брюс оны қанатының астына алды. Дик 9 жыл бойы Брюстің қасында тәрбиеленді. Альфред оған ешкімге кек сақтамау, қаруды пайдаланбау, қиындықтай берілмеу секілді жақсы тәлім-тәрбие берді. Брюс өзінің көмекшісіне Робин деген есім берді. Бала Джейсон Тодд бұл костюммен бірге Робин болғысы келді. Дик өз-өзін қорғай алатындай дәрежеге жеткенде Робиннан Найтвинг есіміне ауысады. Өзінің жеке өмірінде Оракулмен бірігіп қылмыспен аянбай күресті. Екінші Робинге Джейсон Тодд қол жеткізді. Робиннің толық есімі Джейсон Питер Тодд. Бэтмен Джейсонды көшеден тауып алды. Робин бала кезден Бэтменмен бірге біраз қылмыспен күресті. Бэтмен оған барлық төбелес өнерін, әр нәрседен жылдам сытылып кету, жылдамдықпен қарудан сақтану, акробатикалық тәсілдер. Қысқасын айтқанда барлық істі тек қана тез әрі жылдам бітіру ғана болды. Джейсон өмірінде Бэткерлді жолықтыра алмады. Джейсонның көп өмірін қызыл қалпақ сатып алды. Тіпті ол туралы жеке комикстер шыға бастады. Авторлар Робин кезеңін көпке созбады. Джокер Робинді өлтіріп, оны қызыл қалпақтың өміріне айналдырды. Джокер бұрыннан қызыл қалпақ болған. Джокер өз ісіне Робинді қинады. Бірнеше жерден ауыр соққыларды алды. Джейсон өмірінің соңғы сәтіне дейін қиналып естеліктерден айырылды. Бэтмен кешігіп қалды. Ал Робиннің тағдыры сол жерде жарылыс жасалып, мерт болып Робин деген есімі аңыз болып қалды. Бэтмен Робиннің жанып кеткен костюмын тапты. Енді Дик пен Брюс Джейсонды барлық қаһарман ретінде еске алады. Бірақ Джейсон тірі қалды. Ол енді қызыл қалпақ кейпінде Бэтменді алдап, жұмбақ істерге араластырып жіберді. Ал Джокерден кек қайтарып, көзін жояды. Джейсон сол кезеңде қаруды оңай меңгеріп, барлық қаруды пайдалана алатын шебер атанды. Джейсонның бала кезден бері сақталған естеліктері жадынан өшті. Джейсон анти-қаһарман. Бэтмен Джейсонның тірі екенін анықтады. Бэтмен барлығын білген соң, ешнәрсе өзгерте алмайтынын ұқты. Қызыл қалпақ пен Отбросы комикс бөлімі Джейсонның күш-қуатын дамыту үшін құрған команда. Бұл команданың қатарында Арсенал, Рой Харпер, сонымен бірге Starfire болды. Үшінші Робин Тим Дрейк. Робиннің толық есімі Тимоти Тим Джексон Дрейк Уэйн. Студент Тим Бэтмен және Найтвингке сеніммен қарап Робин бола бастады. Қазіргі заманға сай баспен жұмыс істеу арқасына мықты әрі ақылды болды. Тим бірінші рет Дик Грейсон мен Бэтменнің көзіне түсті. Оның детективтік қабілеттері және компьютерлік шеберлігімен таңдандырды. Тимнің әкесі Джек Дрейк капитан Бумерангтың қолынан мерт болды. Бэтмен Тимді тастаған жоқ. Әлемдегі ұлы детективтер комиксінде Тимнің рөлі маңызды. Комикс бөлімдерінде детективтік жұмысының арқасында жоғалып кеткен Бэтмен тірі және оны Рас аль Гул немесе Ассасиндер одағының қолында болғанын білді. Бұл комиксте негізінен Бэтмен қаза болғаны жайлы айтылатын. Ассасиндер одағының базаларын жойып, оларға қарсы жасырын шайқастар өткізді. Осы кезде Тим өзінің жаңа есімін Қызыл Робин деп жаңартты. Бэтменнің құпия істерінен басқа Қызыл Робин жасалыптар тобының көшбасшысы болды. Робин Дэмиан Уэйн. Брюс Уэйн мен Тали аль Гулдің ұлы. Бір жағы Брюстің қанымен туылса, басқа жағынан Рас аль Гулдің қаны болып табылады.
Оның балалық шағы Ассасиндер лигасының ортасында өткізді және оны Рас аль Гул тәрбиеледі. Ата-анасының лайықты мұрагері болуға дайындалды. Деймен Рас аль Гулдің ізбасары ретінде тағайындауды жоспарлаған. Деймен жоғардағы Робиндар секілді төбелес өнерін жетілдірді. Деймен айтқанды алмайтын қырсық бала болды. Бала жасына қарамастан ол кәсіпкер. Бэтмен ұлын қайтарып алғасын Робин кейпін табыстайды. Робин болған кезде ассасиндердің берген тәрбиелері оның қылыш немесе суық қару ұстауына әкеліп соқты. Бэтмен Дейменнің мінезін адасып қалған Джейсон Тоддың мінезіне ұқсатты. Деймен болашақ Бэтмен, себебі комикстерде Бэтмен өлген соң оның орнына қатыгез мінезді Бэтмен болады. Готэмнің қорғаушылары Бэткерл мен Робин туралы видеомыз аяқталды. Комикс бөлімдері әлі алда. Бұл бөлімдер қызықтырақ болады. Комикс бөлімі ұнаса лайкпен қолдап, арнаға тіркел.